Облысымыздың әкімі Нұралхан Күшеровтың бастамасымен Түркістан облысының кәсіпкерлерімен Қытайға сапарға барып келіп жатыр. Ол жерде жаңағы көп нәрсе үйреніп қайттық. Жаңағы ол жердің кәсіпкерлері тарихымен, дүние жүзіне экспорттауымен, сол мәселелер жаңағы терең өңдеу, соның бәрін зерттеп, сол бір нәрседен неше жаңағы продукция шығарып жатыр. Біз солардың бәрін осы елімізге әкеліп, еліміздің жаңа диқандары дамыту мақсатында сол жерді барып, солардың жаңа практикасын көріп келіп жатырмыз. Ол жерде жаңағы чеснок бар, чеснокты қайта өңдейтін, біз чеснок деп просто жаңағы чеснок дейміз да қоя саламыз. Сол чесноктан 3000-ға жуық продукция шығады екен, өнім шығады екен, 3000-ға жуық. Одан кейін жаңағы жер жаңғақты бізде енді өндіріліп жатқан жоқ. Ол жер жаңғақ болсын, чеснок болсын, ол қанша жылдап сақталатын өнім. Бізде жаңағы бәрі скоропортаны тез құртылатын өнімдерді егеді. Ол жаңағы бір апта көлемінде егер сатып бітпесе, шіріп, жайында қалып, қанша еңбек, қанша өнім құртылады. Соған осындай сақталатын, ертең қалаған уақытта бір айдан кейін сатса да, 20 күннен кейін сатса да, қайта өңдесе де, ол өзімізде беймарал шығарған шығынын шығарып, пайдаға кенеледі.